Пятница 13, яғни бүгінгі күн 13-ші пятница. Неге қарғыс атқан күн деп санайды? Батыс Европа үшін бүгінгі күн 13-ші пятница, қарғыс атқан күн черный день болып саналады. 1307 жылы 13 октябрь пятница күні Францияның королі Филипп IV приказ берген. Орден тамплиеров тобын соттау керек деп, байлықтарына арест қойып, өздерін мойындатқызыңдар, черная магиямен айналысатындықтарын деген. Кішкене сіздерге түсінікті болсын, орден тамплиеров деген кімдер? Рыцарьлар, соғыста бірінші қатарда тұратын, өлгенге дейін соғысатын, қорқып қашпайтын, егер қорқып қашатын болса, бұл топтан шығарып жібереді ондай адамды, сондай батыр адамдар. Қысқаша айтқанда, Құдайдан ғана қорқатын батыр жауынгерлер. Бұл топты Францияның королі 7 жыл бойы түрмеде ұстайды, мойындатқызу үшін. Бірақ бұлар мойындамайды, өйткені шынымен черная магиямен айналыспаған. 7 жылдан кейін Париждің алаңында өртейді. Бұл топты өртеп жатқанда бүкіл адамдар қарап тұрған. Бұл топ өртеніп жатқанда, осы топтың бас магистрі Жак де Мале деген кісі өртеніп жатып, Францияның королін, Папа Римскийді, үшінші адам французский канцлерді айқайлап қарғаған. 1 жылдың ішінде сендер де өлесіңдер деген. Францияның короліна 13 поколенияға дейін қарғаймын деген. Солай өртеніп кеткен Жак де Маленің қарғысы 1 жылдың ішінде орындалады. 1 жылдың ішінде үшеуі де қайтыс болып кетеді. Папа Римский өзінің ауруымен қайтыс болады, Францияның королі инсультпен қайтыс болады, а Францияның канцлері уланып қайтыс болады. Францияның королінің 13-ші тармағы, яғни 13-ші правнук дейді ғой, сол именно Жак де Мале отырған түрмеде отырып казнь болған. Оның басын кесіп бүкіл халыққа көрсеткен кезде халықтың арасынан Жак де Маленің проклятиясы орындалды. Жак де Мале қарғысың орындалды деп айқайлаған. Содан бері Батыс Европа 13-ші пятницадан қатты қорқады. Европаның кейбір отельдерінде 13-ші номер болмайды. Даже 13-ші этажда болмайды. 12, 12А, 14 басталып кетеді. Немесе 12-ден кейін 14 басталады. Одан бөлек 13 деген цифра, падший ангел Люцифер 13-ші ангел болған. Одан бөлек Иисусты сатып кеткен 13-ші Иуда тоже 13-ші адам болған. Ал Великобританияда корабль ойлап тапқан ғой, 13-ші пятница деп ат қойған. 13-ші пятница күні жүзіп кеткен корабль жоғалып кеткен. Радардан жоқ болған корабльді ешкім таппаған, із-түзсіз жоғалып кеткен. Индонезияда 2023 жылы Асая деген 38 жасар әйел племянницасын күтіп алу үшін аэропортқа барады. Аэропортта 2 есікті лифтке мінеді, бірақ 2 жақтама лифттің есігі бар екен байқамайды. Белгілі бір жоғарғы этажға келгенде алдыңғы есік емес, артқы есік ашылады. Асая артына қарамайды, тек қана алдыңғы есікті аша алмай паниковать ете бастайды. Племянницасына звондап, мен лифтте застрять етіп қалдым, күте тұр деп айтады. Лифтті ручной ашпақшы болады, ручной барынша стараться етіп ашып, аяғының астына қарамай лифттен құлап кетеді. Яғни аяғының астында пол болмаған шахтаға құлап кетеді. Племянницасы әпкесін іздеп охранаға барады, лифтте әпкем қалып қойды деп. Бірақ лифтті тексерсе, лифт нормально жұмыс істеп тұр, ешкім жоқ лифттің ішінде, ешкім шахтаны тексермейді. Видеонаблюдениен тексеруге охраналар рұқсат бермеген. Асаяның күйеуі полицияға барып заявление жазады, әйелім аэропортта жоғалып кетті деп. Білесіздер, 24 сағаттан кейін іздейді полиция. Пока полиция іздеп бұл әйелді табам дегенше 3 күн өтеді. Аэропорттың қызметкерлері сасық иісті сезіп, яғни өлген адамның шахтаны тексергенде Асаяның денесін тауып алады. Шахтаға құлап кеткен Асая сразу өлмеген екен, бірінші травма алған, оны криминалистер анықтаған, қай уақытта, қай кезде қайтыс болған. Солай Асаяның күйеуі аэропортты сотқа береді. Шетелге барғанда, лифтке мінгенде обязательно қараңыздар, 2 есікті лифт ба, немесе лифт ашылмай жатса, ручной ашсаңыздар, аяқтарыңыздың астына қарап жүріңіздер, сақтықта қорлық жоқ.